Сәлематсыңдар ма оқушылар? Қалдарың қалай? Денсаулықтарың жақсы ма? Сабаққа дайынбыз ба? Ендеше сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі 3-ші сынып, бөлім уақыт. Номері 49-ші сабақ. Тақырыбы нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Дайындаған Ақтанбергенова Моншақ Абыловна. Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Батыр селосы. Номер 15-ші жалпы білім беру орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Нәтиже сабақ мен не үйрендім? Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша өз пікірін білдіреді. Тірек сөздер мен жоспарды пайдалана отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме құрайды. Өз бетінше мәтіннің тақырыбын және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтайды. Бағалау критерийі. Мәтін мазмұны бойынша өз пікірін білдіреді. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырады. Берілген тақырып пен тірек сөздер бойынша әңгіме құрайды. Сабағымызды миға шабуыл әдісі арқылы бастаймыз. Оқушылар, айтыңдаршы, түбірлес сөздер деп қандай сөздерді айтады? Кейбір түбір сөздерге қосымша жалғанғанда өзгеріс бола ма? Түбір сөздің соңғы буыны жуан болса, қосымша қандай болады? Жарайсыңдар оқушылар. Ендеше, негізгі сабағымызды бастаймыз. Оқулығымыздағы 93-ші беттегі бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Мәтінге ат қой. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып жаз. Бізге берілген мәтін сабақтың о бастағы мағынасы тіпті басқаша. Араб тіліндегі сабақ сөзі таңертең деген мағынаны білдіреді. Оның ауыспалы екінші мағынасы таңертең келу. Оқудың көбіне таңертеңгілікте басталатынын ескерсек, сабақ сөзінің таңертең оқуға келу мағынасын білдіретіндігін байқаймыз. Осы мәтінге сүйене отырып, сұрақтар құрастырамыз. Мысалы, сабақ сөзінің тура мағынасы нені білдіреді? Бағалау дескрипторы мәтінді түсініп оқиды, мәтін тақырыбын анықтайды, мәтіннің негізгі ойын анықтайды. Оқулығымыздың 93-ші бетіндегі 3-ші жаттығу. Берілген тақырып пен тірек сөздерді оқы. Бұл мәтінде не туралы айтылуы мүмкін? Тақырып кітаптар мұңы. Тірек сөздер жыл соңы, мектеп кітапханасы, жыртылған кітап, сызылған кітапша, мұңдарын шағу, кітапханашы. Осы тірек сөздерді пайдалана отырып, шағын әңгіме құрастыр. Бағалау дескрипторы тақырып пен тірек сөздерден шағын әңгіме құрастыра алады. Кітап, кітапша, кітапхана және кітапханашы сөздері қандай сөздер екенін айта алады. Оқулығымыздың 94-ші бетіндегі 5-ші жаттығу үй жұмысы оқушылар. Бұл жерде сөздерді оқы. Бәрі түбірлес сөз бола ала ма? Тек түбірлес сөздерді теріп жаз. Әр сөздің түбірін тиісті белгімен белгіле. Берілген сөздер бала, балақай, балақан, баламен, балалық. Сый, сыйлау, сыйлық, сыйлы. Ек, егін, егіндік, егінші, егінді. Осыменен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.